Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен құрамында ешқандай жұмыртқа қосылмайтын және де миксерді қажет етпейтін ең дәмді жұмсақ болып шығатын кекстің рецептімен бөлісемін. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажеттісі ең алдымен ыдысымызға шекерімізді салып, оның үстіне сүтімізді құямыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес. Оның үстіне ерітілген маргаринімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз біркелкі түске енгенше араластырамыз. Араластырып болғаннан соң ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп, салып отырып араластыратын боламыз. Міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп алуымыз қажет, сонда кексіміз жақсы әдемі болып көтерілетін болады. Көріп тұрғаныңыздай біздің массамыз дайын болды. Енді өзімізге ыңғайлы арнайы кекске арналған формамызға құйып шығатын боламыз. Мен осы формаға біраз қасықтан құйып шығамын. Егер формаларыңыз үлкендеу болса, 1,5 қасықтан салсаңыздар болады. Формамызға құйып болғаннан соң печкімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Біздің кексіміз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны қараған болсаңыздар, лайк басып, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға рахмет.